Қайырлы күн, қымбатты менің жаны жайсан көрермендерім, аман есенсіздер ме? Мен бүгін сіздерге осындай дәмді үй жағдайындағы самса пісіретін боламын. Міне самсаға 170 грамм май және оған 90 грамм кәдімгі тоңдырылған малдың майы. Қазір міне бұны ертеміз. Міне енді нан илейтін тегешімізге 400 грамм су құямыз. Суымыздың үстіне 20 грамм тұз саламыз. Ертілген майымызды құямыз. Енді міне дайын май мен судың үстіне ұнымызды саламыз. 1 кило 200 грамм. Бисмилля деп илеуді бастаймыз. Міне қымбатты көрермендер, мен нанды илеп болдым. Енді бұны бір 10-15 минутқа тындырып қоямын. Менің наным 15 минут тұрды. Енді бұны жақсылап қанғанша илейміз. Қандырылған нанды тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямын. Енді ішіне салатын, самсамыздың ішіне салатын салмамыз етінен тауықтың төс еті дейді ғой, грудинка. Содан жасайын деп жатырмын. Сондықтан пиязды аз мөлшерде қосамын. 1 килограмм тауықтың етіне 600 грамм пияз қостым. Енді міне 100 грамм кәдімгі малдың етінен шыққан май 100 грамм. Өйткені тауықтың еті ешқандай майсыз, дәмдірек болсын деген оймен өстіп ұсақтап малдың етінің майы. Соны қосып турадым. Енді қызыл бұрыш аштырақ, оны да қосайын деп тұрмын. Міне, енді әркімнің өзінің қалауына қарай. Міне, қара бұрыш. Тұз салып жатырмын. Міне, паприканың менде тәттісі. Менің самсаға арналған қамырым дайын. Міне 60 граммдай. 60 граммнан өлшейміз. Енді міне қымбатты көрермендер, самсамызды түйуді бастап жатырмыз. Бисмилля деп. Міне енді түйіп дайын болды. Бисмилля деп мына бетіне жұмыртқаның сарысын бет жағына. Бетіне сарысын жағамыз. Астына чаптайтын жағына ағын жағамыз. Енді бисмилля деп міне шаттаймыз. Бисмилля. Міне қазанға мен тұзды су шаштым. Міне енді шаптап болдық. Енді қақпағын 8-10 минутта бір ашып қарап тұрамыз. Орташа отта. Міне қымбатты көрермендер, біздің духовкаға самсамыз дайын. Енді бетіне мына жұмыртқаның сарысымен кішкене сүтті араластырдым. Енді бұның үстіне кішкене
дәмдеуіш ретінде және әдемілік ретінде күнжіт себейін деп жатырмын. Қызып тұрған пешке 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Міне енді қымбатты көрермендер, менің самсам пісіпті. Бисмилля деп шығарып алайын. Міне. Енді мен біреуін алып, кесіп көрсетейін. Бисмилля деп. Мен жұмыртқаның сарысын көбірек жағып жіберіппін. Сондықтан күйген сияқты ағып тұр. Міне тауықтың еті. Міне енді қымбатты көрермендерім, міне менің самсам дайын болды. Егер де менің самсам ұнап жатса, дәл осындай самса пісіріп, мені қолдап, лайк басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман есен болыңыздар.